қорғау қызметкерлерінің айтуынша, заңды бұзып жемқорлыққа жол беретіндердің дені мемлекеттік қызметкерлер мен басшылары. Өткен жылғы облыстағы тіркелген жемқорлық істердің 50% мемлекеттік сатып алу заңнамасы төңірегінде орын алған. Бүгін осы заң бұзушылықтың алдын алу үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мемлекеттік органдарының өкілдерімен кездесу өткізді. Жиында мемлекеттік сатып алу төңірегінде заң органдарының тексеру жұмыстарының қорытындылары жарияланып, орын алған жемқорлықпен күресті күшейту жұмыстары нақтыланды. Бір ғана прокурорлық тексеру барысында өткен жылы 1 миллиард теңгеден астам мемлекеттік сатып алу конкурстары заңсыз деп танылған. 766 заң бұзушылық бойынша 192 лауазымды тұлғаға тәртіптік, 41 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Нәтижесінде мемлекет бюджетіне 80 миллион теңге қаражат қайтарылған. Так, Жамбылской области в период с 2013 Соңғы 3 жылда алатын болсақ, мемлекеттік сатып алу бойынша 37 сыбайлас жемқорлық әрекеті тіркелген. Бір өкіншісі бұл сан жылдан жылға өсіп отыр. Мәселен, 2013 жылы 13 іс тіркелсе, 2014 жылы 20. Ал биылғы жылы жыл ортасына келмей 4 сыбайластық әрекет ұсталынды. Әрекеттердің дені құрылыс, денсаулық, білім саласында орын алып отыр. Жоғарыдағы аталған сандарды жылдан жылға арттырып отырған азаматтар жергілікті атқарушы органдар және олардың қарамағындағы мекемелердің лауазымды тұлғалары, тіптен олардың қатарында білім беру орындарының басшылары да кездескен. Тиісті органдардың назарына іліккендердің дені тендер төңірегінде сыбайластық әрекетке жол бергендер және мемлекеттік сатып алу төңірегіндегі заңнамаға мұқият болмаудан заң бұзғандар. Бюджеттің әр қаржысы тиынына дейін санаулы, сондықтан қоғамда бармақ басты көз қыстыға жол жоқ. Өзіміздің әріптестеріміз осы мемлекеттік сатып алу заңына талай әрекеттер жасап, жұмыстан босанып, жұмысқа қалып, өз әріптестеріміз ондай да бар. Сол себептен бұл заңның орындалу негізі қатаң бақылауда болу керек. Сыбайлас жемқорлыққа деңгейін біз қанша болса да осыны үлкен шара өткізіп, төмендетуіміз керек деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар жиын соңында сыбайластық әрекеттерді жою мақсатындағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатынын жеткізді. Берік Жұмабайұлы, Мархаут Көпбосынова, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.